Қаңтардың аязды түні. Таулардың ортасында орналасқан шағын ауылды қалың қар басып қалған. Айнала үнсіз. Тек сирек соққан жел мен қардың сықырлаған дыбысы естіледі. Ауыл тұрғындары үйлерінде жылынуда. Тек Айжан ғана өзені жағасындағы ескі үйде жалғыз тұратын әжесіне дәрі апарып қайтуға бекітті. Айжан жолға шығарда анасы: «Қараңғы түсті қызым, ертең күндіз барсаңшы. Әжем дәрісі таусылды ғой. Қазір апармасам болмайды», деді Айжан. Қыз қолына фонарик алып, ақырын өзенге қарай беттеді. Қар тізеден келеді. Әр қадамында аяқтары ауыр тартып, суық өңімен өтті. Орманға жақындаған сайын әлде бір оғаш сезім мазалай бастады. Қар үстіндегі іздерді көріп тоқтай қалды. Бұл адам іздері емес еді. Тырнақтары ұзын, жыртқышанға ұқсас болатын. Айжанның жүрегі дүрсілдеп артына қарады. Артында ешкім жоқ. Бірақ іздер тура оның жүретін бағытына қарай кетіп бара жатты. «Бұл не болды екен?» деп сыбырлап қорқынышын басуға тырысты. Орманның ішіне енген сайын жол қараңғыланып, фонариктің жарығы әрең түсіп тұрды. Бір уақытта тып-тыныш түннің ішінен алыстан баяу естілген ысқырық дыбысы шықты. Айжан селк етіп тоқтады. «Әже, бұл сіз бе?» Жауап жоқ. Бірақ ысқырық жақындай түсті. Енді оған әлде бір адамның бейнесі көрінгендей болды. Ағаштардың арасынан ұзын бойлы, ақ жүзі суық біреу шығып келді. Оның үстіндегі киімдері жыртылған, ал көздері жарқырап тұр еді. Айжан шошып, кері қарай жүгіруге тырысты. Бірақ қалың қар қимылын қиындатты. Артында әлде бір ауыр демалыс пен қасқырдың ырылы естілді. Ол бар күшімен үйге қарай жүгіріп кеткенде терезеден жарық көрініп тұрды. Есікті ашып жібергенде әжесі үстел басында отыр екен. «Әже, далада бірдеңе бар». Әжесі басын көтеріп: «Қарасындағы іздер, сен оларды көріп қойдың ба?» деді. Айжанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Әжесінің көзі жарқырап тұр еді. Ал терезеден әлгі бейне қараңдап көрінді. Сол түні Айжан қайтып үйіне оралмады. Таңертең ауыл тұрғындары қарда белгісіз жыртқыштың іздерін ғана тапты. Ал әженің үйі босап, есігі ашық тұрды.